Сәлем канал көрермендері. Бүгін сіздерге тегін 10 соттық жерге егов арқылы қалай тұрамыз, сол сұраққа жауап берім келіп отыр. Ол үшін егов порталына өзіміздің атымызбен кіреміз, аты жөнімізбен. Бірінші, егер тіркелмеген болсаңыз, телефон нөмірі арқылы тіркеліп кіруге болады. Басты бет негізі осылай, көрінісі осындай. Платежи, открыть платежи, правительство, личный кабинет деп тұр барлығы. Мен өзім орыс тілі таңдадым. Бұл жерде негізі айта кетсек, орыс тілді жақсы, четко айтылған, нақты айтылған. Ал қазақ тілі кішкене созып жіберген, сондықтан кішкене қиынырақ қазақ тілде. Мына жақта оң жақ бетінде көрсетіп тұрғандай главный дегенді басасыз. Ауылда болғандықтан интернет кішкене менде жай істеп тұр. Сіздермен бірге мен де өзім жаңағы 10 соттық жерге заявка беріп көрейін деп шештім. Негізі алған адамдар бар. 10 жыл, 15 жыл тұрасыздар, кезеңіңіз келеді, жаңағы жерді құдай қаласа аласыздар. Міне недвижимость деген жерге басасыздар. Одан соң міне сразу недвижимосттан кейін 2-3 минуттан соң ашылды портал. Земельные отношения деген тұр. Ең соңғы 4-ші болып тұр, көрсетіп тұрғанымдай земельные отношения басамыз үстінен. Одан кейін земельные отношения дегеннен кейін просмотр и постановка на очередь деп тұр. Соның үстін басамыз. Очередте тұрған болсаңыздар, осы жерде басып тоже көруге болады. Қанша очередь сіздерде келіп тұр, нешінші очередте тұрсыздар, осы жерден көруге болады. Иін арқылы. Бұдан соң заказать услугу онлайн дегенді басамыз. Сармен белгіленіп тұр. Одан соң шаг первый. Просмотр своей очереди деген жаңа айттым, өзінің очередтің көргіңіз келсе, осының үстінен басасыз, перейти на страницу деген жерге, содан очередіңізді көруге болады ең арқылы. Одан кейін өзіміздің заявкамызға керек. Тип заявления деген жерді басасыз, сол жерде таңдау керексіз, видеодағыдай. Постановка на очередь, яғни очередқа тұру деген сөз қазақша. Одан соң выбрать регион. Өзіңіздің жер алғыңыз келетін регион таңдау керексіз. Акмолинский, Караганды, Атырау, Ақтөбе, солардың барлығы шығады. Өзіңізге керектісін аласыз. Маған Акмолинский область, Целинградский район, Қоянды ауылында тұратын болғандықтан сол жерге беріп көрейін деп шештім. Целинградский район таңдадым. Бірінші Акмолинский область, Целинградский район. Одан соң енді Қоянды ауылын таңдаймын. Қояндинский. Тағы бір рет село Қоянды ауылы. Барлығын толтырып шыққаннан кейін сохранить. Сосын галочка қоясыз, я подтверждаю, что одан бұрын жаңағы жер кезегіне тұрған жоқпын, растаймын деп растайсыз. Одан кейін подписать етесіз, яғни осы істелінген барлық әрекеттерді растаймын деп кодын қоясыз. Ол телефонға келеді, 5 таңбалы сан. Соны қойғаннан кейін сізде арызыңыз шығады, жаңағы заявкаңыз толық нұсқасын көрсетеді сіздерге.
Мен SMS арқылы қол қоямын. Телефон номеріме 5 таңбалы код келеді. Получить код. Егер сізде электронды қолтаңба болса, флешкада рецептімен қоюға болады. Менде флешкада жоқ болғандықтан телефон номері арқылы қолымды қойып, заявкамды, арызымды жіберемін. Мына жерге телефоныма код келді, 5 таңбалы. Соны жазып, проверить код деп басамыз. Вот бізде соңғы шаг, үшінші, получается, сведения беріп тұр. Запросымызды 12 күнде қарайды екен. 12 күннен кейін тексеруге болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай 12 күн дейді. Яғни жұмыс күні, суббота күндері барлығы қосылып саналады деген сөз. 12 күннен кейін жауабын сіздерге көрсететін боламын. Осы кеңес сіздерге ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.